Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода бөдене жұмыртқасының пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Сонымен қоса, бөдене жұмыртқасы көптеген аурулардың алдын алады. Каналды жоғалтып алмас үшін каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бөдене жұмыртқасы пайдалы дәрумендер мен минералдардың қоры. Оның құрамында натрий, темір, калий, А дәрумені бар. Құрамына байланысты бөдене жұмыртқасы иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл өнім темір тапшылығы анемиясының алдын алу үшін пайдалы. Бұл жұмыртқа қуатты сақтайтындықтан таңғы асқа таптырмайтын өнім. Бөдене жұмыртқасы жөтел мен демікпеге де пайдалы. Дауысыңыз әлсіз немесе дауысыңыз қарлығыңқы болса, бұл өнім тамақты қалпына келтіруге көмектеседі. Оны шикі күйінде ғана ішу керек. Күніне бір шикі бөдене жұмыртқасын жеуді әдетке айналдырыңыз. Сонда тыныс алу проблемаларынан арыла аласыз. Сонымен қатар, бөдене жұмыртқасында антиоксиданттар бар. Мұндай өнім қан қысымын төмендетуге және жүрекке пайда келеді. Бөдене жұмыртқасы жаралар мен кесілген жерлерді тез емдеуге де ие. Сонымен қатар, терінің қартаю процесін бәсеңдетуге және майда әжімдерден арылуға көмектеседі. Бөдене жұмыртқасы көру қабілетіне және ерлердің денсаулығына пайдалы. Сарапшылар бөдене жұмыртқасын шикі түрінде жеуге кеңес береді. Қоректік заттар туралы айтатын болсақ, бөдене жұмыртқасында тауық жұмыртқасынан гөрі магний 3 есе дерлік жоғары және 28% көп темір бар. А дәрумені 2 есе дерлік жоғары. Өкінішке қарай, бұл жұмыртқада қан тамырларға зиян келтіретін холестерин 2 есе көп. Ал бөдене жұмыртқасының зияны қандай? Мұндай пайдалы өнімнің кемшіліктері де бар. Бөдене жұмыртқасы гипоаллергенді деген пікір бар. Бірақ іс жүзінде олай емес. Сондықтан балаңызды бөдене жұмыртқасымен тамақтандырмас бұрын дәрігермен кеңескен дұрыс. Сонымен қатар, холестерині жоғары және жүрек қан тамырлары аурулары бар адамдар бөдене жұмыртқасын тұтынуда абай болу керек. Сондай-ақ, бөдене жұмыртқасын шамадан тыс тұтыну бүйрекке әсер етуі мүмкін. Және бұл өнімнің калориясы да айтарлықтай жоғары. Сондықтан арықтау үшін оны тым көп жеуге болмайды. Құрметті көрермен, сіздерге ақпарат пайдалы болды деген ойдамын. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.